Жер бетіндегі ең әдемі және ерекше мерекелердің бірі. Қазіргі кезде бұл мейрамды көптеген халықтар атап өтеді. Наурыз әнмен айтып қана қоймай, өлең жолдармен де дәріптеледі. Осы көктем мерекесінің ерекшелігі көптеген мақал-мәтелдер арқылы жеткізуге болады. Мақалсыз сөз, тұзсыз тамақ деген қазақ даналығы. Сондықтан Наурыз мейрамының күндері мақал-мәтелдер, өлең жырлар айту өте орынды. Бүгін бізде қонақта Қадыр ата. Ассалаумағалейкум халқы менің, ақтарған кен даламның алтын кенін, нереке басы болсын берекенің, ардақта наурыз тойы салтымды елім. Ал енді балаларым, өз өнерлеріңді көрсетіңдер. Жарқын күлке, ашылған гүл, көтеріңке күні, төгілген нур. Приходит доброта, там отсутствует нужда. Сию от баснам басталады, любовь к родине у семейного очага зарождается. Ата аскар тау, ана бауырындағы бұлақ, бала жағысындағы құрақ. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Народ, не знающий единства, с нуждой дружит. Народ, сильнее единством, со счастьем дружит. Казахский писатель Мухтар Әуезов когда-то сказал: человек, постигший красоту, величие, мудрость своего народа, которым проникнуто фольклорное наследство, воспитанный на лучших образцах народного творчества, вырастет патриотом своей страны и будет с уважением относиться к истории и культуре других национальностей. Мен сізге мұңлы зарлық эпосының үзіндісін оқып берейін. Әуел сөзді бастайын, ісінді Құдай оңласа, шешене сөз табылар, жай бұлтыдай торласа, қисық ағаш тізелер, тізге басып морласа, ақыретте сауап жоқ, жетім жесір ғарыпты, кемсініп оны қорласа. Менің наурызға шашуым құрманғазының бабырауын киі. Ал балалар, жарайсыңдар, мақал-мәтел айтып, эпосты үзінді оқып, домбырада ойнап, өз өнерлеріңді көрсеттіңдер. Енді дастарханнан алғыс тиіңдер. Ал балалар, енді батамды берейін. Ұлыс нон болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын, ұлыс бақытты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле жала жерге енсін, әумин.